Шыңғырлы ауданы Лұқпан Қылышев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы Оразалиева Аяулым. Менің отаныма, менің бастамам конкурсының Қазақстанның жеті кереметі номинациясы бойынша өз жұмысымды таныстырамын. Жобаның тақырыбы Қазақстанның жеті кереметінің бірі Торатбас тауы. Мақсаты туған жердің тарихын, мәдениеті мен аңыз әңгімелер жинақтап, табиғатын зерттеу арқылы жас ұрпақтың туған өлкеге деген сүйіспеншілігін арттыру, ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Міндеттері: табиғи ландшафттарды сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізу, өңірдің тарихи ескерткіштерін, археологиялық жәдігерлерін, маңызды оқиғаларын жинақтау. Осындай жобалар арқылы болашақ ұрпақты туған жерін құрметтеуге баулу. Өзектігі: туған жердің тарихы мен мәдениетін танып білуге, табиғатын сақтауға, жастардың білімін арттыруға және аймақтық дамуға үлес қосуда өзекті болмақ. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, бағзы замандарда, бұдан 2000 жылдай бұрын Арал мен Каспий теңіздері бір тұтас су болған. Бүгінгі Шыңғырлау өнерінің көп бөлігі су астында жатқан. Бұған дәлел болатын осы өңірдегі Торатбас, Жыланды, Хан Шатыры, Алақан таулары бүгінгі Шыңғырлау елді мекенінің маңайындағы таулар тізбегі. Бұл таулар теңіз түбіндегі болатын шөгінді бор жыныстарының түзілуі. Кейін екіге бөлінген теңіз суы тартыла келе, орнында біз әртүрлі атап кеткен таулар қалған. Осы өлке туралы алғашқы мәліметтер грек ғалымдары Геродоттың, Птоломейдің еңбектерінде де кездеседі. 1999 жылы Әбіш Кекілбаев Әбілқайыр туралы ғылыми жұмысына байланысты деректер жинауға Шыңғырлы ауданына келеді. Келген себебі ол өз көзімен Торатбас тауын, ел аузындағы аңыз әңгімелерге тоқталып кету. Аты аңызға айналған тау Торатбас тауы. Торатбас тауы Бор жырнағы, Орал маңы үстірті сілемдерінің оңтүстік-батыс жүйесіне жатады. Ол теңіз деңгейінен 2212 биіктікте жатыр. Жалпы ауданы 1,6 гектарға жетеді. Тау етегінде тұщы сулы бұлақ көздері бар. Әсіресе емдік қасиеттері мол өсімдіктер көп кездеседі. 1960 жылы тау статусы беріледі. Оның күн шығысында Жыланды тауы жатса, оңтүстік жағында Қылыштау созылып жатыр. Торатбас тауы туралы бірнеше аңыз әңгімелері бар. Солардың біріне тоқталып кетсек. Тараған аңыз әңгімеге сенсек, бір жүйрік торы ат тіршілік етіпті. Оның басқарадан ерекшелігі жай уақытта көзге көріне бермейтін екі қос қанатының болуы. Аттың иесі тұлпарын ат бәйгесіне қосуға әкеліп, басқарадан бөлек үй тігіп, торысына бөлек ас суын әзірлеген. Бәйгеден соң торы ат сонда жаптырып, сыртына арнайы күзет қойдырған. Бұл жұмбақтың сырын білгісі келген бір әйел үйдің сыртынан сығалап, әлгі атты көріп таң қалады. Ат бір қанатын суға, бір қанатын сүтке малып, шөп жусап тұр екен. Оған қатты таң қалған әйелдің дауысынан ат шошып кетіп, сол жерде мерт болады. Талай бәйгеде алдына қара салдырмаған келі сәйгүлік көмген жерде тау пайда болыпты. Оған халық Торатбас тауын берген. Көне көз қарттардың сөзіне сенсек, баяғыда сол таудың басында ат құлағында екі төбе болған. Торатбас тауы жусап жатқан атқа өте ұқсас болған. Жергілікті ақын Сладкиновтың Торатбас тақырыбында жазған өлеңінде: басыңа шығып бедің Торатбастың, көрдің бе ондағы сен Торатбасын, сабырет көре алмайсың оны қазір, келімсектер ұрлап жатыр құлатқасын. Кеңес үкіметі жылдары Торатбас тауы жойылып кете жаздапты. Өйткені мал шаруашылығына қажетті құрылыс нысандарын салу үшін Торатбас тауын жарып, тау тасын пайдалану туралы шешім шыққан. Бірақ ауыл ақсақалдары Мәскеуге дейін хат жазып, Торатбас тауының қайталанбас табиғи нысан екендігін дәлелдеп, ақыры сорақы шешімді тоқтатқан екен. Бірақ таудың әу бастағы ат бейнесі бұзылып кеткен дейді. Осы жайлы көптеген өлеңдер бар. Бір қызығы, Торатбас пен Қылыштау жоталары қас-қатар созылып жатыр. Екеуінің арасы жап-жарық, арнайы жасаған алаң дерсіз. Бұл бейіктер туралы тарихи деректер ел аузында талай аңыз әңгімелерге арқау болған. Жергілікті ақын жазушылардың өлеңі мен өнеріне, шығарма туындыларына өзек болған бұл таулар Шыңғырлау елінің мақтанышына айналды. Осындай аттары аңызға айналған таулар біздің елді мекенімізді, кіші отанымыздың жеті кереметі деп атауға әбден лайықты. Қарға бойлы Қазтуған жырынан,
Асан қайғы көшкен жер, шыңғырлау торатпас еді. Қызым шекті саршоқы осы судың қасиеді. Асан қайғы туғанның бөлінген жері осы еді. Сонау 15 ғасырда Шыңғырлау аумағы да Асан қайғы бабамыздың тұрағы болған екен. Қорытындылай келсек, бүгінгі күнде Торатпас тауының атауының шығу тегі мен тарихи маңызы зерттеліп, осы тауға байланысты аңыз-әңгімелер, тарихи деректер жиналып, олардың ғылыми маңыздылығын артып келеді. Торатпас тауы Шыңғырлау елді мекені жеті кереметінің бірі, қайталанбас табиғи ландшафт нысаны. Біздің кіші отанымыздың кереметі деп мақтанышпен айта аламын. Осымен өз сөзімді аяқтаймын. Назарларыңызға көп рахмет.